Қазақ айтады ардақ ағайын, жол мұраты жету, қыз мұраты кету, ұл мұраты өсу, сауда мұраты өту, чота дулаттарға чапалақ нету. Бәсе, той қыласың ардақ ағайын. О жараңдар, бермен қарай қараңдар. Адамзаттың зердесі 18.000 қалам бар, 124 пайғамбар, 16 миллион адам бар. Осының бәрін көтерген жер деген бізде ғаламшар. Жетісудың жерінде, оңтүстіктің елінде, Жамбыл ауданының белінде, Суықтөбенің төрінде, Майтөбенің көлінде дулат дейтін бабам бар. Сол дулаттан тараған Қасқараудай данам бар. Қасқарадан тараған құл болдыдай дараң бар. Құл болдыдан тараған аңсағандай ағам бар. Айнаштайын анам бар. Әсеттейін балам бар. Айдостайын балам бар. Ассалаумағалейкум пенделер. Ассалаумағалейкум адамдар. Қарсаңыздар, мерейтойының иесі 60 жас. Айнаш анамыз, арының сүндет тойы, Ахметтің тілашары, қошемет алайын. Шашу. Қошемет аямаңыздар алайын. Dalsın basarlar. Şimdi dalsın basın. Körüntü saldırmaydı kanday değil mi var? Yer büyükten bölünsün, bugün kiyege otursa, kök sabay takka otursun diye koşunu durumuzlar arayın. Sürekli Vay bo, kela koy apa. Arının sündet toyымен құттықтап қойыңыздар ағайын. Sündet той ең үлкен той ағайын. Қазақтың мұсылман болған тойы. Ақ ниет қыздарыңыздың тілашар мектеп табалдырығын аттаған той құтты болсын. Бісмілла деп аттан. Қазір аттан сүрсекте арынымыз қазір аттан түскенімен тақтан түспесін. Қазір түсірейік енді. Аңсаған ата өзіңіз алдырыңыз, түсіріңіз. Арынды алыңыз, арынды. Арын таппай қалдық қой. Қошемет қойыңыздар ағайын. Арын
Аңды түсірмеңіз, жерге түсірмеңіз, осылай көтеріп тұрыңыз. Бер қарай келіңіздер, бер қарай. Айнаш апа, келіңіз ортаға. Ошаққа тұрыңыз. Исі барған жердің бәрі нәсіп дейді ғой қазақ. Бүгін мінеге түйе, нартылғалы түйемен кіргізіп жатыр екенсіз ата. Арыныңыз арынды болсын, өзен сияқты бітпес ағынды болсын, қазан ошақты қамырлы болсын, түбі терең тамырлы болсын деп тілейміз ата. Тақтан көрінсін, биіктен көрінсін. Енді барша немерелеріңіз кішкентай ғана ұл қыздарыңыздың атынан Айнаш апамның қолына қошемет музыканы ырғағымен шоқ гүлін тапсырамыз ағайын. Қараңыздарша, ұрпақ-ұрпақты жалғасқан ойда баршамыз Айнаш апам бетінен сүйіп шоқ гүлі. Аңсаған атаның да бетінен сүйіп қойыңдар. Аңсаған атаң болмаса, Айнаш апам қайдан болсын алпысқа. Сіздер қошемет тұрыңыздар ағайын, қуанышымызға ортақтасайық. Atalarыңды құттықтап қойыңыз аға. Оянбасын қашықты көрінмейтін көкпелеріңіз. Гүлге толсын, құшағы гүлге толсын деп жатыр ағайын. Ата, бері қараңыздар. Айнаш апам. Ой, міне, Айнаш апам. Аға. Екеуіңіз қол ұстасып халыққа қараңыздаршы. Ек қолыңыз көтеріңіздерші болайын. Қошемет аға тақтағайын. Аңсаған атам мен Айнаш апам 60-қа толып жатыр. Алтылымда 60-қа деп айтпаймыз. Бүгін аңсаған атамның қуанышы, аңсаған асыл жары 60-қа толып атса, аңсаған немересі арынның арыстан болған кезі, ақ ниеттің ақ табалдырық аттап мектепке барған кезі құтты болсын. Қараңыздар жағайын, мен байқағаным қазақ айтады, алфавиттің А тұрады басында, әрқашанда Ә тұрады қасында, білесіздер Б тұрады үшінші, осының бәрі не дегенін түсінші. А дегенім аналар, Ә дегенім әкелер, Б дегенім балалар. Мен аңсаған ағамның ұрпағына қарап отсам, бұл кісілердің ұрпағының барлығы есімдері А мен Әден келеді екен. Мысал келтіретін болсақ, аңсаған ағамыз Айнаш апамыз Ардақ, Әсен, Айдос, Әсел, Айжан, Әсем, Айман, Айзада, Арын, Ақ ниет. Қараңыздаршы. Құдай солай ойдырған екен. Аға, ақ деген нәрсе өте жақсы нәрсе ғой. Сіздердің көңілдеріңізде, өмірлеріңізде, балаларыңызды әппақ қып киіндіріп сіздер немелеріңіз. Осының қызығын көріңіздер. Сіз 100-ге толғанда кішкентай немелеріңізге той жасасын. Атам аман болып болсын, шалыңыз аман болса болды ғой екер. Бір ата апамның бетіне сүйіп қойыңызшы, халықтың көзінше құттықтап. Ал қошемет ағайын. Ана, көтер тәте болып, ал енді дастархан бетін апа. Күніміз, шоқ күнімізбен бірге. Орнымыздан тұрайық, қошемет соғайық, аңсаған ата, Айнаш апа. Осы әулеттің үлкені Тілеубек атамыздан баталайық. Есімнің өзіменен Тілеубек дегеннен кейін тілеуін тілеп келген айдана. Тойдан той болсын, аңсаған Айнаш болса, Құдайдың көрсеткен маллары, немерелерін ұзақ өрісіп, сүндеттіріп жатқан бала, оқуға бар жатқан бала, одан үлкен ұл мен қыз, барлығына бақ беріп соларындай бақтың көрінуі, жақсылықтан көрінуі, дастархандардың тойға тектесіміз Алла аумин. Әумин апатаңыз
қабыл болсын. Үстіңізге шапан кигіземіз ата. Тілебегі орныңыздан тұрып қойсаңыз, біздің әулеттен, Аңсаған ағамыздың әулетінен үстіңізге шапан. Шапан әр адамға киіле бермей, бата берген кісілерге, жас үлкен, жол үлкен кісілерге киіле. Шапан құтты болсын ата. Аталарымыздың, аналарымыздың құрметіне қайсар балаларыңыз ән шырқай, осы бір әннен тыңдап, құлақ құршының қандырып, тойдың мәні, сәні болып отырыңыздар. Сариқасы мен сәні, мағынасы мен мәні жарасыз ағайын той қыласын алып отырыңыздар. Сағынарым, жабықсам табынарым, анашым бір өзіңсің жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Ұшырған соң қараңғы қияға шығарыңмы, бәйгеге өзім қосқан тұлпарымы. Шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Қорғаным өзің демеймін, жандауа сөз ілмеймін. Анашым өзің бардай көз ілмеймін. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Ашас деген ырымдайын той емес, ырымдайын той болғандықтан атамыз бен апамыздың құрметіне арнайы қазақтың қара домбырасын, қазақтың домбыраның құлағында ойнайтын күйші балаларыңызды арнайы Алматы қаласынан шақырған болатынбыз. Қарсы алыңыз Аңсаған ата, Айнаш апа, сіздердің құрметтеріңізге домбыраның үні мен адай күйі Ардақ Арқат балаларыңыздың орындауында.
Дана кеуде ақсақалдар мен ақ жаулықтар отқан кезде тілегімізді, ниетімізді сол кісілерге қарай бұрайық. Тойымыздың ашылу салтанаты осы әулеттің үлкен аталары мен апалары Шәрін апа. Барлықтарың тойларың құтты болсын, деніңдерің сау болсын, аман есен. 60 жас деген сөз емес, енді 60 жас болсын, аңсаған екеуін бірге қатайып, балаларыңызды күн көріңіздер. Мына кейінгі сүндетте отырған балаларың, анау келешек жасаған қыздарың оқымызда қыз болсын, алдында қатарлы оқып, алдындағы тәрбиелеріне жақсы адам болып өссін. Ұлдарым, ойға қыздарымды қызға қондырып, дендерін сау, аман есен болып, ешқандай жаманшылық көрмей, жақсылық өткізіп, жақсылық қылып Қайын сіңірім, аңсаған бөлем, бүгін жасап атқанға тойларың құтты болсын. 60-қа келіпсің, асқарлы 60 жасың құтты болсын Айнаш. Мынау сүндетке отырған баланың сүндеті құтты болсын. Елінің мақтанышы болсын. Бірінші класқа барған, сыныпқа барған ақ ниеттің бақытты қыз болып өссін. Сендерге тек қана жақсылығын көрсетсін. Алмабай әулетінің балалары, ұл-қыздары, мынау шешеңе, балаларыңа жасап беріп атқан тойларың үшін мыңда бір рахмет. Көпшілік қауым барлықтарыңызға алтындай уақыттарыңызды бөліп, аңсаған мен Айнаштың тойына келгендеріңізге де көптен көп рахмет айтамын. Барлықтарыңыздың дендеріңіз сау болсын, бала-шағаларыңыз аман болсын. Әр қазақтың үйінде үлкен осындай той болсын. Құтты болсын Аңсыш екеуіңнің, дені қатын сау болсын, балаларың қызым көр әке. Аман есен шапқылап жүре береді. Тойларың құтты болсын, Айнаш жасыңа жас қосыла берсін. Екі немереңнің біреу тілашары, сүндет тойда құтты болсын. Екі осы еліміздің құрметті азаматтары болсын. Осы екі немерелерінің тойын көріңдер, бұдан шөбере көріңдер. Екі бала бақытты болсын. Ол үшін біздің еліміз аман, еліміз тыныш, еліміз аман болсын, тыныш болсын деймін, аспанымыз ашық болсын. Осы келген қонақтардың әр отбасына сондай тілек тілеймін, барлығы жақсы болсын, отбасында бақыт болсын, береке болсын. Набор алтындан жалатылған набор ақ ниетке қошемет. Ақ ниет өз подаркасын алдын технична кетіп барады тұрыз. Арын сенен дочеретте тұрылыстан сен аласың. Той боласың апа, аман болыңыздар, жастарыңыз ұзақ болсын. А дегендеріңіз алтын боп, Б дегендеріңіз бала боп, сүрінбей, жаңылмай, аман есен жүре беріңіздер. Тойымызға ат басын бұрып, аттан түсіп, тойханамызға кіріп, ақ жауықтарыңызды жамылып, ақ ниеттеріңіз айтқандарыңызға рахмет, көптен көп. Енді тойдың төріне билеп барып, той тамашалаңыздар. Көп рахмет, жұбалақсына ғайыр. Арын мен ақ ниеттің нағашылары. Қарсы алыңыздар, Есеналы атамызбен ырысқа Құрметті тойшы қауым, қазақта не көп, той көп. Бірақ әр тойдың өзінің орны болады, жүйесі болады, кезегі келеді. Мына бүгін біздің құдамыз бен құдағидың шаңырағында бір емес 3 той болып жатыр екен. Үлкен той, ана біздің құдағидың 18 жасы. Әйелдің жасы қашанда 18. 18 жасымыз құтты болсын құдағи. Адам өзі өмірге келгеннен кейін
жасы тек жасаған жасымен ғана ұлғаймайды, өсірген ұрпағымен, асырған, арттырған жекжаттарымен, ағайын туысымен ұлғаяды жасы. Ел сыйлағаннан кейін, елдің құрметіне бөленгеннен кейін, сіздің жасыңыз үлкен екені білінеді. Құдайға шүкір, біздің елде құда аз емес, құдағи аз емес. Сондықтан әр құдағидың өзі бізге, жүрегімізге жақын. Құдағи, бірінші сізге айтайын тілекті. Мына өмір ұзақ болса, ұзақтығы сіздің қасыңызда, басыңызды сүйейтін, аяғыңыз сыздаса, аяғыңызды сипайтын, беліңіз сыздаса, беліңізді уқалайтын шалыңыз қасыңызда. Міне бақыт. Ал енді қисаям десеңіз, қисаятын келіндер бар, ұлдар бар, қыздар бар. Шынтаққа жастық болатын, жайылып көрпе болатын, сізді сыйлайтын, сізді құрметтейтін келін бар, сізді құрметтейтін қыз бар, күйеу бала бар дегендей, құдалар бар дегендей. Аяғыңызды еркін созып, әлі де 100-ге дейін бара беріңіз. Жаңамды жыл айтып ғой, 94-ке келді дейді бір апамызды. Менің анамды білесіз, біздің анамызды 104-ке деп қайтыс болды. Шөбере шөп-шөп сүйіп кетті. Сол жасқа жетіңіз, құдағи. Анау шалыңызды жетелеп, шалыңызды жетелесеңіз, шалыңыз еш уақытта қартаймайды. Өйткені азамат қартаймау үшін үйде тыл мықты болу керек. Отбасының ырысы, ошағының жылуы, қазанның қаймағы, сорпасы, шаңырақтың шуағы. Құдағи қашанда сіздің жағдайыңызды, сіздің абыройыңызды, сіздің жағаңыздың кір шалмауын, сақалыңыздың өсіп кетпеуін, шашыңыздың өсіп кетпеуін қадағалайды. Сондықтан бірге қартайыңыздар. Өмірдің қызығы осы, бір-біріңізді ғашық болып. Сіздер ғашық болсаңыздар, сіздер кейінгі ұрпақ сіздерге ғашық болады. Адамды сыйлаудың, адамды құрметтеудің үлгісі өздеріңізсіздер. Сіздердің бүткіл тірліктеріңіз, сіздердің сөздеріңіз, жүріс-тұрыстарыңыз, айналаңызда сыйластық, мына бүгінгі тойға келіп отырған тілеулес халықтың арасындағы сыйларыңыз, қадірлеріңіз кейінгі ұрпаққа үлгі болады. Сол жолды біледі, сол жолмен жүруге тырысады. Құдай жолдарыңыз ұзақ болсын сол балалардың. Ал енді мынау биыл мектеп табалдырығын ашып отырған біздің жиен қызымыз білімнің нәріне, білімнің айдынына құлаш ұрған екен. Өмір біліммен ғана өмір. Өмірдің қадірін біледі, тек білімді адам ғана біледі. Қадірін біледі. Айналатын азаматтардың болашағын, келешегін бәрін ойлап отыратын білім. Білімнен сусындасын. Өмірлі болсын, аттаған қадам құтты болсын, алдында бүткіл өмір тұр. Сол өмірдің таңдауы өз қолында. Сол қызымыздың өміріне біз шаттық тілейік, береке тілейік. Енді мынау жаңа айтып жатырсыз, кесіп тастады деп. Кесіп тасталмайды. Қазақ мұсылман қылады. Қазақ сүндеттейді, қазақ жігіт қылады немерелерді. Сондықтан мынау бүгін мұсылман болып отырған, жігіт болып отырған, сүндеттеніп мұсылманның қатарын көбейтіп отырған біздің немерем, жиеніміз өмірлі болсын, алдында болашағы болсын, айналасында жанашыры болсын, соңында ілесетін ағайыны болсын, елі болсын. Ұлдары өссін, қыздары бой жетсін, ұлдары ай болсын, айбыны өздеріне сай болсын. Қыздары бой жетсін, бой жетсін. Мынау осы тірліктің барлығы бүгінгідей шын болсын.
Құдай өмірлері болсын. Әке шешесі біздің күйеу баламыз бенен біздің қызымыздың бақыты, сол балдардың болашағы. Құдайға шүкір, мына қызымыз тағы да перзент сүйгелі отыр екен. Алла тағала соны аман көруге, аман есен тілекенінен ажыратуға тілек қосайық. Аманшылық болсын. Бәріміз бақытты болыңыздар, тойға келген ағайын. Мінеке, бір әулеттің тілегін айттыңыз ата. Ақ тілегіңіз, ниетіңіз қабыл болсын. Ендігі тілекті ағамызға. Бүгінгі өзім бір немірі той деген сөзді, өзі той деген сөз әдемі сөз өзі. Тоқшылық деген сөз ғой. Той балда тілек айт, батан түргеде үйге қайттап қоя менші. Сол сияқты мынау дастархан қазағым батамен тілекке жайлады. Ағам айтты, ағамнан артық сөйлесем, аналар не бір анамы ойлап болуы мүмкін. Дула делі, қанымыз бір, жанымыз бір, тілегіміз бір, болашақ ұрпақ өсе берсін, көбейе берейін. Ағайым жежатымыз көп болсын, қараған көздері шым болсын. Айтқан тілектері Алланың болашақ періште аумин деп, бәрі жақсы болсын, басқа айтпайды. Жамағат, бүгінгі той, ортақ той, мына арнымыз үлкен жігіт болып жатыр, мұсылман болып. Мына ақ ниетіміз мектепке барып, болашаққа қадам басып жатыр. Мына апамыз үлкен кісі болып, 80-100 тойларына келе берейік. Басқа не айтам? Бәрін айтып кеттім мен мына Қосыламыз ба тілекке? Қыздар жағынан сіз бір ауыз тілек айтыңыз. Балаларымыз құтты болсын. Мына артынан ерген немерелеріміздің әрдайым қуанышын көріп, ойнап күліп жүре беріңіздер. Қызығына тоймаңыздар. Той болсын. Рахмет, той боласа берсін, аман болыңыздар. Міне тектелдің ұрпақ осындай болады. Атасы сөйлегенде баласы қосылады, әкесі сөйлегенде баласы қосылады, ағасы сөйлегенде інісі қосылады, енесі сөйлегенде келіні мылқау болады деген осыдан шыққан екен. Тілек ниет қабыл болсын ағашылар. Аман болыңыздар. Түрлі сіздердікі болғанмен баланың қаны біздікі ғой. Сондықтан да сіздерге тартса да жаман болмас. Арынды бір көтеріп қойыңызшы. Ай мінеке, арын сүндет тойың құтты болсын бала. Бүгін міне арын сүндет тойы жатыр. Баяғыда осындай бір баладан сұрап жатыр дейді. Ай бала, тырнақ не үшін алады десе, өскетпеу үшін деп айтады дейді. Шашты не үшін алады десе, өскетпеу үшін. Баланы неге сүндетке отырғызады десе, өскетпеу үшін деп айтады. Аман бол, жасы ұзақ болсын. Бір қошеметпен дастархан бетіне жайғасыңыздар. Қолымда жақсы бір ән бар. Аңсаған ата, Айнаш апа, сіздерге құр келген жоқпыз, құр босқа ақпасын бұрасаған жоқпыз. Арнайы бір жылдан, бір айдан бұрын дайындалдық. Әсет ағамыз осы тойдың тарихын айтқалы бері, Аңсаған ағамыз қай кезде жұмыс істеп, қай кезде пенсияға шыққаннан бері, соныңыздың барлығын осы әнге сыйдырып, сіздің есіміңізбен Айнаш апам есімі аталатын, осы әулеттің гимнін дайындалатын ән болсын ата. Айналдым аңсағандай асқақ аттан, ұл-қызын танитұғын қас-қабақтан. Бүгінгі бұл қуаныш сіздердікі, тойыңыз құтты болсын бастап жатқан. Аңсаған атам жарқын, Айнаш апам алтын. Аңсаған атамды құттықтап, қол соғайық жалпын. Айнаш апам алтын, аңсаған атам жарқын. Аталарды құттықтап, қол соғайық жалпын. Аңсаған атам нарын, Айнаш апам әнім. Той иелерін құттықтап, қол соғайық бәрін. Ақжеңдер әнін, сұлу қыздар сәнін. Дула келін құттықтап, қол соғайық бәрін.
дәулеттің бәйтерегі, айна шабан қызғалдағы бәйшешегі. Бүгінгі бұл қуаныш тойы құтты болсын, аңсаған адам болмаса қайтеді. Аңсаған адам жақсы, айна шабан тәтті, айна шабанды құттықтап қол соғайық қатты. Аңсаған адам жақсы, айна шабан тәтті, аңсаған адамды құттықтап қол соғайық қатты. Сенің апаң нарың, менің апам әдім, аталарды құттықтап қол соғайық бәрін. Ақ жеңгелер әнін, сұлу қыздар сәнін, аңсаған адамды құттықтап қол соғайық бәрін. Аңсаған адамды құттықтап қол соғайық жалбың. Ақ жеңгелер әнін, сұлу қыздар сәнін, әжелерді құттықтап қол соғайық бәрін. Айна шабан тәтті, аңсаған адам жақсы, дулат елін құттықтап қол соғайық қатты. Ақ жеңгелер әнін, сұлу қыздар сәнін, аңсаған адамды құттықтап қол соғайық бәрін. Ортадан аңсаған, аңсаған адам жарқын, аңсаған адам жарқын, айна шабанды құттықтап қол соғайық жалпын. Ақ жеңгелер әнін, сұлу қыздар сәнін, дулат елін құттықтап, дулат елін құттықтап, аңсаған адамды құттықтап, айна шабанды құттықтап, арын балаңды құттықтап, ақ ел қызыңды құттықтап, қол соғайық, қол соғайық, қол соғайық бәрін. Аңсаған ата келіңіз. Бірі жас қосқан сайын мұңайып жүр, бұл кісі қуанып жатыр. Той құтты болсын ата. Енді бұл кісі тойдың басынан дайындалып сізге бір ән жазыпты, маған айтпай, сіздерге айтпай. Сол әнді аңсаған адам өзі орындап береді. Келіңіз бері қарай ата, сіз бері қарай келіңіз. Если б я был султан, я б имел 3 жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси Аллах! Неплохо очень иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны. Мой халат гладит у доски, шьет Юли, а Фатима штопает носки. 3 жены красота, что не говори, но с другой стороны тещи тоже 3. Неплохо очень иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны. Султанам ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз? 3 или 1? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо очень, совсем без жены. Хороший мужик с любой стороны. Подарка кызыма. Kızıma, apamdı kız deydi ki, koşemetten koyunuzlar. Молодец ата, аман болыңыз, султан болыңыз, хан болыңыз, өзіңізде хансыз ғой, осындай той жасап атқан. Атамды қошеметпен шығарып салайық дастархан төріне. Апамның асыл жары бүгін мінекей алтын қазынасы дейді. Баяғыда Шәмші Қалдаяқов аңсаған ата, Дін Ахмет Қонаевтың кабинетіне барыпты. Сөйтсе Қонаев сұрақ қойған екен.
Қазақтың алфавитінде қандай әріпті жақсы көресің деп. Сөйтсе Шәмші Қалдаяқ мүдірместен қазақтың алфавитінде Қ деген әріп жақсы көрем деп. Егер именно Қ деген әріп жақсы көресің десе, өйткені ең бірінші Қыдан келетін сөз, алғашқы сөз Құдай деген сөз тұрады деп. Екіншісі қазақ деген сөз тұрады. Үшіншісі құда деген сөз тұрады. Төртіншісі қонақ деген сөз тұрады. Бесіншісі қазы, алтыншысы қарта, жетіншісі қуырда, тоғызыншысы қымыз, 10-шысы құдабала, 11-шісі құдаша, 12-шісі қыздар, 13-шісі құрдастар, 15-шісі қайын жұрт, 16-шісі қажылық, 17-шісі Қазақстан, 19-шы кім деп ойлайсыздар? Айтқан адамға приз. 19-шы кім деп ойлайсыздар? Ау, қошемет, қатындар дейді. Шапалақ приз студио. Төрт отыра береміз. 20-сын тапқан адамға приз береміз. Последний сөз қалды. 20-сы. Тапқан адамға сразу приз. Қазақстан айтылды, бәрі айтылды. Ау, қыз жолдас деп қояды енді аға. Дұрыс, үйленіп тойда болады, қазір тұра тұрыңыз. Ау, жоқ, апа, ренжімеңіз. Қонақ айтылды, ол ең бірінші нұқсан. Жоқ, ол айтылды. Қуаныш, жоқ. Қалдаяқов, Қонаев бағанағы екеуі сұхбаттасып жатқан кез айтып кеткен. Кішкене ойланыңыздар, кімнің тойы болып жатыр? Ойланыңыздаршы. Тапқан адамға супер приз. Кішкене ойлансаңыздар түсірдеске. Молодец. Қасқараудың тойы емес па? Шапалақ келіңіздер. Өзіңіз қасқараусыз ба дәтем? Сіз сразу таптыңыз. Міне дәтем, бүгін қасқараудың тойы емес па да, дұрыс па? Әулет ұлы ата қасқараулар жасасын, түрлетіңіз ата. Апа, дұрыс таптыңыз. Атамыз сіздер айтпай кеткен нәрсенің 300-ін айтып тағайын. Қараңыздар. Бұның бәрінің сөзінің бәрі Қыдан басталады. Сіздер таппаған былай деп айтқан екен. Қазақтың қаншама қуанышына қас қақпай, қолдарынан қайырымды қызмет қарастырған, қас қарайғаннан қазы қартаға қарын қампайды, қаншама қуанышқа құлағының құшынын қандырып, қарбалас қоғамдағы қанды қарайтатын қалағаптарыстарында қап қоймай, құтты қонақтардың қатарына қосылып, қол қусырып қарап қалмай, қалтадағы қаражатын қажетіне қолданбай, қасық қанды қалғанша қанды қырғында қалмақтарды қырған, қой қошқарын қосақтап, қарағылды қақ жарған, қылықты қызын қаңғыртпай, қорасын қан дауыс қасқырдан қақпайлаған қадірменді қазақтар, қолдарыңыз қалталарыңызда қап қоймай, қошеметтеп қойсаңыздар, құмарым қанғанша қораздай қағылдап қалармын. Қысқасы, құда құдағи, құда бала, құдаша, қатын қалаш қыз қырқын, қыда бұралған қалжырымды қайырып, қошеметтеп қойсаңыздар, қайтеді қасқараудың қуанышында. Қазақтың тойынан бір Қ деген әріптің өзінен қандамай қазыналы, қасиетті, қаранардай киелі сөздер айтылды. Осы той сіздердің үйлеріңізде бола берсін ата. Бесік тойларыңыз 5 рет, шілдеханаларыңыз 7 рет, ал келіндеріңіз жылда декрет болсын. Ұзынағаштың роддомы дулаттар арқылы 10 рет болсын деп тілек аға. Тойыңыз құтты болсын. Енді ортаға Арын мен Ақниеттің әке шешесін шақырмайын бата, дұрыс па? Ол кісілердің де бүгін аты салысып, бір балам мен біреуі ұлы қанаты мен қызы жәннаты болып жатқан жайы бар. Арын мен Ақниеттің әке шешесі Әсет жеңгемізді қошеметтеп шақырайықшы. Той иесі! Ой, бұйырса тағы той екен ғой. Сыртта той, іште той, общым әулетте той көп екен аңсаған ата.
Жылда келініңіз бала тапқыш болсын, ұлыңыз ақша тапқыш болсын. Ақшаны балаға жұмсаңыздар, баланы далаға жұмсаңыздар. Осы әулет көбейе беріңіздерші. Қасқаралар шежіреге сыймайтын шегіртке дейін қаптап кетіңіздер деп қошемет ұрайық. Енді Әсет аға бір суретке түсіп алыңыздар. Әсет ағамыз сол болды шешеміз үшін көтеріңіз. Маэстро музыка Әсет группасы! Әсет группасы не слышно? Пия, Әсет аға! Сізге бір риза болғаным сіз, әке көрген Оғжанар, шеше көрген Томшыр дейді. Мұна бүгінгі тойды әдемі жасап атсыздар. Анамды төрге шығарып, балаңыздың сүндетін барлығын бір Құдай бұйыртып бір неге алып берген екен. Қараңыздар шағай, тылсым күш, Құдайдың жаратуымен, қалауымен барлығын есімі адан келеді. Құдай ағынан берсін. Әсет ағамызға осы әулетте міне сыйлап шапалап ұрғанның барлығы қабыл болсын дейікші. Енді тоқтаңыз Әсет аға. Ой, бізде сауап, тілек, ниет деген көп. Мына жақта Ақбота дәдем тұр ғой. Ақбота десе Ақбота, бұл кісі міне қарай тұрыңыз әпке. Тәтемнің Ақбота дәдем группасы дайын ба? Енді сіз Әсет ағам сияқты бейтемайсыз енді. Сіздеген бүйтіп қойып, істеп ақырын көтеріп қоясың. Бүйтіп жүрмесе болмайды ғой. Иә, қаншайлық? Иә. Мына тәтем келін болып түскен кезде атам өзі батасын берген аңсадар ата. Бетіне қарап тұрып Ақботаға бүйтіп айтқан: мектебің 10 жыл классың, біздің әулетте мәңгі бақи тұрасың, келін болып кіресің, кемпір болып шығасың деді. Бұл сол уақытқа дейін жүреді бұл келін. Сондықтан Ақбота группасы дайын ба? Екі группа бірдей болып тұрады. Сіздің әйеліңіз ғой деймін. Әсет бірдей болып тұрсыздар. Қол ұстасыңыздар. Әйтеуір біреу жеңу керек қой не болса да. Қазір мен музыка қосам, осы музыканы жартылай билейміз, осыдан кейін ет келетін болады. Сіздер екеуіңіз билеп ана жаққа барғанша қай группа шығып көп билейді, сол группа жеңіске жетеді. Сол қолыңызбен өз группаңыз, сіз сол қолыңызбен өз группаңыз шақырасыз. Көрейік, маэстро музыка! Oh,
аңсаған атамыздың әулетінен асың барда халыққа жарам десең қазанды бол, Аллаға жарам десең азанды бол деп, азаны мен қазаны жарасқан әулетте үлкен ас. Бұл ас қасиетті ас ағайын. Бұл астан басқа асқа бата берілмейді. Бұл ас киелі ас. Құдайым оңдасын. Айналайын тілегіңді қабыл ет, жарылқаудың қабыл ет. Қазақы дасқа салынып, бас әкердің алдыңа, ұсынған басың шекелі болсын, ұл қыздарың жетелі болсын. Ұлың оң жағында, қызың сол жағында, немерелерің алдында, өсіп өніңдер елдің алдында. Құрметті деп, бақытты өмір сүріңіздер. Бәріңіз той көріңіздер. Аумин. Аумин. Ақбатаңыз қабыл болсын. Қазақ айтады екен, аумин дегеннен кейін 7 күн арақ ішуге болмайды екен. Мен сіздер 7 күн емес, бір 7 күн тұра тұрыңыздар, атамның ақбатасына ауминнің орнын алып қояйық, көкеп жүрмесін. Атам киініп ата бергеннен кейін үлкен астан дәмнен алып отырайық. Нан тамақтың атасы дейді, сондықтан да наннан алыңыздар, астан алыңыздар. Келесі бағана ас келді, астан кейін күй қойылды, енді қара жорға биге берсек.
тартқан десем атасына тартқан екен ғой бұл. Андан бастап жалғыз жатпайды екен. Еркек адам туылғаннан өлгенше жалғыз жатпайды екен. Мысал келтірсек, еркек адам туыла салған кезде бірінші мамасымен жатады екен. Сосын папасы мен мамасының ортасында жатады екен. Сөйтіп атасының қойында жатады екен. Сосын апасының қойында. Сөйткенше жасы 5-ке жетеді екен. Ал 5-тен 10 жасқа дейін сымышқа жатады екен. Ал 10-дан 15-ке дейін сымыштой. Ал 15-тен 20-ға дейін книжкой. 20-дан 30-ға дейін крышкой. Ал 30-дан 40-қа дейін женой. Ал 40-дан 50-ге дейін любой. Ал 50-ден 60-ға дейін другой. 70-тен 80-ге дейін грелкой. 80-ден 90-ға дейін закрытый форчикой жатады екен. Аңсаған деп күліп алып жатып подозрительный. Рахмет, тілектің Айнаш әпкенің бөлелері мен билейміз, тоқтамай билейміз, тоқтамай ал құрметті үлкен тойға жиналған ағайын туыстар, мынау бүгін менің бөлем, әрі ағам, әрі бауырым аңсаған мен жеңгем Айнаштың отауында ақ түйенің қартына жарылып, ақ түйенің сүті сапырылып, үлкен той жасап жатыр. Тойың құтты болсын аңсаған. Бұл күнге жеткен де бар, жетпеген де бар. Осы тойға мінекей шынын айтқанда Әсеттің арқасында жетіп жатырмыз. Әсет, айналайын рахмет. Мінекей 30-тың ортасында 30-ға жеттің ба жетпедің ба білмеймін. Міне әкең мен шешеңді төрге отырғызып, екеуінің ақ батасын алып, еліңе, халқыңа сыйлы азамат болғаныңды көрсетіп, өзіңнің жаңағы қызыңның, ұлыңның тойлары, солардың бәрін қосып, бүткіл жекжат жыратыңды, достарыңды, ағайындарыңды, құдаларыңды, мынау біздерді осы Жамбыл ауданына бір кішігірім үлкен той жасап жатырсың. Тойың құтты болсын, тағы да айтамын. Аңсаған, сенің атыңнан ақ белгілі ғой. Әке шешең сусап жүріп, аңсап жүріп, бір ұлай, бір қызай деп жүргенде туған баласың. Алдартың кішкене шолақтау. Міне соның бәрін орын толтырған осы Әсетің, Әсемің, Әселің, Айдосың. Мынау біздер, сен жалғыз емессің, көпсің, ертің бәрі айтып жатыр, сенің арманың жоқ деп. Солай болсын, армансыз өт бұл дүниеден. Айнаш, міне 60-қа келдің, 60 деген тал түстек, 60-ыңнан аттап, 70-іңнен жетіп, 80-нен секіріп, 90-ға тоқтамай 100-ге бір ашып, аңсағанды басына шляпасын кигізіп жүріп, қыз жібекпен төрегендей ортамызда жүре берді. Ақниет үлкен мектептің табалдырығын аттап жатыр. Білім қуған жақсы, бәрімізде сондай сатыдан өткенбіз. Ыбырай атамыз ең бірінші мектепті ашқанда оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоғылық, оқысаңдар балалар, шамнан шырақ жағылар, іздегенің алдыңнан сұрамай-ақ табылар дейді. Мінекей сөйтіп оқып жүріп, жеткен заманымыз қазіргі мінекей елдің бәрі айтып жатыр ғой, Бозторғайдың үстінде жұмыртқалаған дейді. Сол заманымыз тыныш болсын, барымызды базарлап, тойымызды тойлап жүре берейік. Заман тыныш болсын, біріңді білмей қалыңдар. Осы екеуінің тойында өстіп төрдің алдында
Алжып екеуің бір-біріне қарап атың кім еді сенің деп отыратын жағдайға келіңдер. Әсет жарығым, саған үлкен рахмет. Мінекей халықтың батасын алып жатырсың. Еліңе елеулі, халқыңа қалаулы, сондай бір көзге көрнекті азамат болып өсіп келе жатырсың. Тіл көзден аман бол. Сенімен мақтанатын болайық. Мен сені бауырым деп аузымды толтырып айта аламын. Қашан да болса жақсылықтың жанында жүресің. Бауырларыңа, туған туысқаныңа, әсіресе осы анаңа, әкеңе көп қамқорлық істеп жатырсың. Өзің әлі бала болсаң да үлкен азаматтың шаруасын істеп жүрсің.